Ассалаумағалейкум, құрметті атшер қауым. Бүгінгі мінекей тай бәйгеде бірінші келген Көкмоншақ атты сәйгүліктің иесінен бір-екі ауыз сөз алайық, рұқсат болса. Енді аға, Көкмоншақ жалпы қай жақтан келді, қай жақтың тұлпары? Көкмоншақ шешесін Ерік деген жігіттен сатып алғам Өскеменде. Ерік бапкер кезінде. Афина деген. Әкесі Подкаревтен алғам. Эверест деген. Өзім туғыздым. Өзіңіздің қол тумаңыз. Өзіңіздің қол тумаңыз екен. Әкесін Подкаревтен алғам. Енді бүгін енді қай жақтың атын қорғап, қай ауылдың, қай қаланың атын қорғап отыр? Жарма ауданы ғой, Жарма. Кіші Қарасу ауылынан. Қарасу шар қаласы, Қарасу ауылының намысын қорғап келіп отыр. Қалибековтар әулетіне қандай өзіңіздің бір тілегіңіз? Осы әулет енді өздеріңізден барша халықтан бата алайық, тілек алайық деп беріп жатқан тай бәйге және көкпар ғой. Сондықтан да өзіңіз енді бүгінгі тай бәйгенің чемпион ретінде, сол тайдың жаңағы чемпион тайдың иесі ретінде бір-екі ауыз тілегіңіз? Енді бәрі жақсылық болсын. Данияр бауырым енді кішкентай бау берік болсын. Алла тағала отбасынан береке берсін. Елігеміз тыныш болсын, аспан ашық болсын. Әрдайым бәйге төбеде кезігейік, аттарыңыз бәйгелі болсын. Бәрін жақсылық болсын. Ат шауып, осындай тойдан тойға ұласын. Елігеміз тиіш болсын. Амин, рахмет, айтқаныңыз келсін. Енді бізді осы енді алғаш бәйге ғой. Жаңа Көкмоншақтың алғаш бәйгесі ғой. Алғашқы бірінші. Енді сәттілік тілейміз, жақсылық, жазда чемпион болыңыз, Алла қаласа автокөлігі туып бұйырсын. Осы топ тұлпар командасы өзіңіздің ат қораңызға барып, сізден тағы да бір сұхбат алу бұйырсын. Әмин. Ал құтты болсын. Жақсы. Сау болыңыздар, аман болыңыздар, топ тұлпармен бірге болыңыздар. Осындай жүйріктерді баптаған, жүйріктерді тудырған, осындай ағаларымыздан сұхбат алып жүре берейік.